Сәлем, біз қазір осы сумканы үйренетін боламыз. Біздің сумкамызға осындай моншақ қолданамыз. Және леска қажет болады. Лесканың қалыңдығы 8 мм немесе 9 мм алсаңыз болады. Енді лескамыздың бір ұшына осылай 4 моншақ өткіземіз. Міне үшеу және осы төртіншісі. И төртінші моншаққа осылай крючок жасаймыз. Обратно осылай өткізіп. Міне жақсылап қарап алыңыздар. И келесі ұшын осы крючоктан өткізіп, екі ұшын ұстап осылай тартасыздар. Осылай тартып аласыздар, жақсылап қысып. И крючокты моншақтың ішіне өткізіп жібересіздер. Осы моншақтың ішіне өткізіп, жақсылап қысып тартасыздар. Сол кезде формасын жақсы ұстайды. Енді лескамыздың екі ұшын аламыз. Екі ұшына бір-бір моншақтан өткіземіз. Осылай бір-бір моншақ өткізіп аласыздар да. И және бір моншақ өткізесіздер де, сол үшінші моншаққа осылай крючок жасайсыздар. Міне бір-бір моншақ өткіздік, и бір моншақ және өткізіп осылай крючок жасаймыз. Общий 3 моншақ. Тек 3 моншақпен бірінші қатарда ғана жұмыс жасайсыздар. Міне осылай. Енді және бір көрсетейін. Бір ұшына бір моншақ, келесі ұшына тоже солай бір моншақ өткізесіздер де, және бір моншақты өткізіп крючок жасайсыздар и осылай тартып аласыздар. Келесі лескамыз осылай өткізіп, міне осылай 13 қатар тоқимыз. Міне осылай жақсылап қысып аласыздар. Осылай шығады бірінші қатарымыздың. Осылай 13 қатар тоқимыз. Алдын ала 12 қатар тоқисыздар. Сосын 13-ші қатарда біз поворот жасаймыз. Мен сіздерге қазір көрсетемін. Осылай тоқып аласыздар. Міне біз 12 қатарымызды тоқыдық. Енді 13-ші қатарды қалай тоқимыз. Бір лескамыздың ұшына осылай 3 моншақ өткізесіздер. И үшінші моншаққа осылай крючок жасап, келесі ұшын өткіземіз. Міне осылай келесі ұшын өткізесіздер де, осылай тартасыздар. Жақсылап тартасыздар. Крючок міндетті түрде моншақтың ішінде болуы қажет. Міне осымен 13-ші қатарымызды осылай поворотпен аяқтаймыз. Енді сырт жақта тұрған лескамызға осылай 3 моншақ өткізіп бастайсыздар. Әр қатарды бастағанда енді 3 моншақпен бастайсыздар да, 2 моншақпен аяқтаймыз. Міне қараңыздар. Бастауы осылай 3 моншақпен көрсетер қоя крючок жасап, осылай тартсаңыздар, сіздерде поворот болып осылай бұрылады. Енді астыңғы лескамызды астындағы моншаққа өткізесіздер. Міне осылай өткізіп алыңыздар және тартамыз. Осылай тартып аласыздар да, жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Міне осылай 2 өткізесіздер де, крючок жасап, астыңғы лескамызды өткізесіздер де тартасыздар. Жақсылап тартуларыңыз керек, қысып, и крючок моншақтың ішіне кіріп кетуі қажет. Осылай жақсылап тартасыздар. Және көрсетейін, астыңғы моншаққа осылай өткізіп аласыздар. Жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Міне, 1, 2. Екінші моншаққа крючок жасайсыздар да, и сол крючокқа астыңғы лескамызды өткізіп тартасыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Осылай жалғастырып кете бересіздер. Міне мен уже екінші қатарды осылай аяқтадым. Енді соңғы қатарда не істейміз? Осылай астыңғы лесканы өткізіп аласыздар. Және осы астыңғы өткізген лескаңызды көріп тұрғандарыңыздай сырт жағында тұр, жанында. Осыған біз қазір 2 моншақ өткіземіз. Обычно біз келесі жоғары жақтағы лескамызға өткізетін едік қой, ал осылай соңында сырт жақта тұрған осындай лескаға өткізесіздер де.
екінші моншаққа крючок жасайсыздар және жоғары жақтағы лескамызға өткіземіз. Сол кезде бізде поворот болады, жоғары қарап тұрады. Міне. Енді үшінші қатарымызды осылай жалғастыра бересіздер. Сырт жақтағы лескамызға, міне көрсетіп тұрғанымдай, сырт жақтағы лескамызға 3 моншақ өткізесіздер де крючок жасайсыздар. Осылай бастаған кезде 3 моншақпен бастайсыздар да, одан кейін тек 2 моншақпен жұмыс жасайсыздар. Ұмытпаңыздар. Міне осылай жақсылап тартып аласыздар. Осылай тартамыз, міне. Осылай үшінші қатарымызды бастаймыз. Одан кейін осылай астыңғы лескамызды астыңғы 1 моншақтан өткізіп, осылай тоқып кете бересіздер. Жоғарғы жақтағы лескамызға осылай 2 моншақ өткіземіз. Крючок жасаймыз, міне. Осылай алып аласыздар да, крючок жасап, келесі лескамызды осылай өткізіп тартасыздар. Енді мен сіздерге лескамыз таусылып қалған кезде қалай аяқтауды көрсететін боламын. Осылай лескамызды қай моншақта өткіздік, соның астында моншаққа осылай обратно өткізесіздер. Барлық сумка түрлерінде осылай жасалынады. Жақсылап көріп алыңыздар. И ортадағы моншаққа бір лескамызды өткіземіз. Міне осылай өткізіп аласыздар да, и сол лесканы астына жібересіздер да, үстіндегі лесканы осылай қойып, сол өткізген лескаңызды қайттан обратно өткізесіздер. Сол кезде қайтадан сол моншаққа өткізесіздер. Міне сол кезде бізде крючок пайда болады. И сол крючокты тартып моншақтың ішіне өткізіп жібересіздер. Бұл ешқандай қиындығы жоқ. Міне көріп тұрғандарыңызды осылай тартсаңыздар, крючок осылай кіріп кетеді. Осылай біздің лескамыз таусылғанға дейін жұмыс жасайсыздар. Және ең соңында осылай 2 моншаққа өткізесіздер де, и соң қажет емес бөлігін қырқып тастайсыздар қайшымен. Осылай жасап кете бересіздер. До конца осылай жасайсыздар. 3-4 рет, 4-5 рет жасасаңыздар жеткілікті. Сондықтан да леска прям азғантай ғана, кішкене ғана сантиметр қалғанда емес, осылай кішкене бір 5-10 сантиметр, 10-15 сантиметр қалған кезде осылай аяқтаңыздар. Міне осылай өткізу арқылы лескамызды аяқтаймыз. Осылай бірнеше қатар артқа өткізіп алып, осылай екі жағынан қырқып тастайсыздар. Түбінен жақсылап қырқып аласыздар. Енді жаңадан қалай бастаймыз? Осылай ұзын лескамызды алып аласыздар. Өздеріңізге қажетті размерде. Және соның бір ұшын осылай 2 моншақтан өткізесіздер. Көріп алыңыздар. Жандағы и астыңғы моншақ. Солай лескамызды теңестіріп аласыздар да, жалғастырып кете бересіздер. Осылай біз 18 қатар тоқимыз. 4 қатары астыңғы қатары болады, және 7 қатардан 2 жағы болады. Солай барлығы 18 қатар тоқисыздар. Біздің жаңағы бірінші қатарымызды көрдіңіздер ғой, дәл сондай қылып 18 шығарасыздар. Мен почти аяқтап қалдым. Міне менде уже 18 қатар. Санап алыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 және 18. Енді не істейміз? Бірінші 7 қатарды аласыздар да, сумканы осылай бүктейсіздер, формасын шығарамыз. Одан кейін 4 қатар алып, тоже осылай. Сол кезде бізде сумканың негізгі формасы шығады. Екі жағы 7 қатардан, асты 4 қатардан болады.
Енді біз осылай жанын тоқитын боламыз. Өзімізге қажетті лескамызды алып аласыздар да осы 2 моншақтан өткіземіз. Міне астыңғы қатардан және сумканың жанының соңғы қатарынан осылай лесканың бір ұшын өткізесіздер да лескамызды теңестіріп аласыздар ұзындығын. Екеуі бірдей қылып теңестіріп осылай тартасыздар. Міне енді лескамыздың жаны жағындағы леска осыған 2 моншақ өткізесіздер. Астыңғы емес, осылай жанындағы жоғары жақтағы осылай өткізесіздер де өздеріңіз білетіндей 2 моншақ өткізіп соңғы моншаққа крючок жасап осылай астыңғы лесканы өткізесіздер де жақсылап тартып аласыздар. Міне ешқандай қиындығы жоқ. Алғашқы осы сумкадан бастасаңыздар да өкінбейсіздер. Осы ең жеңіл сумка түрі. Міне енді осылай астыңғы лескамызды және 1 моншақтан өткізесіздер де дәл солай осылай өткізіп аласыздар да жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткізіп осылай тоқып кете бересіздер. Міне осылай тоқып аласыздар. Крючок жасаңыздар. Міне біз уже осылай 2 штугін тоқыдық. Және дәл соны қайталаймыз. Астыңғы лескамызды астыңғы 1 моншақтан өткізіп аламыз. Міне осылай өткізіп тартасыздар да үстіңгі лескамызға 2 моншақ өткіземіз. 1, 2, екінші моншаққа осылай крючок жасап и келесі лескамыздың ұшын өткізіп осылай тартамыз. Енді соңғы қатарда 4-ші қатарда не істейміз? Астыңғы лескамызда 2 моншақ, бірде 2 моншақтан өткізесіздер осылай астыңғы моншақтан. Және міне көріп тұрғандарыңыздай жоғары жақтағы 1-ші моншақтан міне осы моншақтан осылай өткізіп аласыздар. Жақсылап тартасыздар және сол лескаға 1 моншақ өткізіп крючок жасап келесі лесканың ұшын өткізіп аласыздар. Жақсылап тартамыз. Міне осылай тартып аласыздар. И келесі қатарға көшеміз. Келесі қатарға енді шетінде тұрған осы лескамызды алып, жанындағы осы 1 моншаққа өткізу арқылы келесі қатарға көшесіздер. Енді осы моншақты, осы лескамызға 2 моншақты өткіземіз. И астыңғы қатардағы лескамызға осылай крючок жасап, астыңғы қатардағы лескамызды өткізіп аласыздар. Міне не үшін біз осылай моншақтың арасына әр қайсына осылай крючок жасаймыз? Себебі айтып жатады, көп адамдар жаңағыдай сумка 1 моншағы түссе барлығы шашылып кетпейді ма деп. Біздің сумкаларымыздың качествосы осыған байланысты. Кей адамдар жай ғана бір-біріне қарама-қарсы моншақты өткізіп қоя салады лесканы. Олай жасауға болмайды. Осылай барлығына крючок жасап шықсаңыздар, сумкаңыздың формасы жақсы тұрады және ешқандай жаңағыдай шашылып кетеді деген қорқыныш болмайды. Міне дәл осылай өткізіп, крючок жасап, ерінбей осылай жасап тоқисыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Міне біз уже 2-ші қатарымызды аяқтайын деп қалдық. Осылай астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан өткізесіздер және жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткізесіздер. Осылай екеуі өткізіп алыңыздар. И крючок жасап, астыңғы лескамызды өткізіп тартасыздар. Жақсылап қысып тартыңыздар. Сол кезде формасын жақсы ұстайды, бос болып қалмайды. Міне осылай кете бересіздер. Астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан и жанымыздағы моншақтан өткізу арқылы осылай өткізіп аласыздар да. Міне осылай қатарымызды аяқтаймыз. 1 моншақ өткізесіздер, крючок жасайсыздар. И келесі лескамызды өткізіп алып, осылай тартамыз.
келесі қатарға өту үшін жанындағы моншаққа лескамызды өткіземіз. Бір моншаққа солай қатарымызды жалғастырып осылай тоқып кете береміз. Соңына дейін тоқисыздар. Міне біз осылай тоқып алдық. Осылай болып сумканың формасы шыға бастайды. Енді біз келесі бетінде дәл сол схема бойынша дәл солай тоқып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай екі жағын осылай тоқып алдым. Осылай сумкамыздың негізгі формасы шығады. Енді формасын анық қылып осылай шығарамыз. Осы екінші қатардағы көлденең тұрған 4 моншаққа осылай лескамызды өткіземіз. Міне осылай өткізіп аласыздар. Бөлек-бөлек осылай өткізсеңіздер де болады. Міне осы екінші қатарға өткізесіздер. 4 моншақтан да осылай өткізіп аласыздар. Осылай өткізіп аласыздар да листамыздың екі ұшын теңестіресіздер де бір моншақ өткізіп осылай крючок жасайсыздар. И келесі ұшын осылай өткізіп аламыз. Және тартасыздар. Лескамыздың екі жағын теңестіріңіздер. Міне осылай жақсылап тартып крючокты моншақтың ішіне өткізіп жібересіздер. Жақсылап тартасыздар. Басында осылай кішкене босап кетіп жатады. Осылай ұстап тұрасыздар да жақсылап тартып бір лесканың ұшын енді жоғары қарай өткіземіз. Міне осылай жақсылап тартып аласыздар. Міне осы екі моншаққа осылай өткізетін боламыз. Міне біз бір лескамызды осылай бірінші моншаққа өткізесіздер де тартасыздар. Енді келесі лескамыздың ұшын осылай осы тұрған моншаққа өткізесіздер. Өзі көрініп тұрады. Осылай өткізіп аласыздар. Если осылай өтпей жатса, кішкене иненің немесе менікі сияқты маникюрный қайшының көмегімен кішкене осылай жол ашып жібересіздер. Себебі екі-үш қайтара осылай леска өтетін болса, лескамыз симай жатады. Осылай кішкене жасап жібересіздер, и ол өтіп кетеді. Міне, осылай өтті. Кішкене сіздерге жақындатып көрсетейін. Осылай жақсылап тартып аласыздар. Екі жағын жақсылап тартасыздар. Міне осылай тартасыздар да сол кезде сумканың формасы жақсы ұсталып тұрады. Міне осылай шығады бізде. Енді егер сіздерде ашылмайтын кольцо болса, онда бірінші моншақты өткізген кезіңізде сол лескаға осылай кольцоңызды өткізіп жібересіздер. Егер менікіндей ашылатын болса, ең соңында өткізсеңіздер де болады. Мен қазір сіздерге әдейі көрсетіп жатырмын, түсініксіз болып қалмау үшін. Міне негізі осылай ашылмаса, осылай басында өткізіп алсаңыздар осылай тұрады. Енді лескамыздың ұшына бір моншақ өткізіп, осылай крючок жасап, міне осылай өткізесіздер крючокты. И осылай лесканы тартасыздар. Басында да осылай жасасаңыздар болады, если жаңағыдай ашылмайтын болса. Міне осылай кольцомыз бір емес екі бірдей моншаққа ілулі тұрады. Сол кезде жаңағыдай бос болып қалмайды, сенімді болып. Енді біз лескамызды мықтылаймыз, аяқтаймыз, бір сөзбен айтқанда. Осылай моншақтарға өткізетін боламыз. Әр моншаққа осылай өткізіп, крючок жасап, міне қараңыздар, осылай үш жақтағы тұрған моншаққа өткізіп аламыз. Бір жағында екі моншаққа өткіздім, себебі бұл жер 4 моншақ, и бір жағын бір моншаққа өткіздім де, енді ортада бір тұрған моншаққа бір лескамызды өткізіп аламыз да, сол моншаққа крючок жасаймыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Қалаған жағыңызға өткізсеңіздер де болады. Мен осы жаққа өткізіп жатырмын. И осылай тартып аласыздар. Осылай алынбай қалады. Осылай жақсылап тартасыздар да крючок ортасына кіргізіп жібересіздер. Енді обратно осылай қайтамыз. Моншақтарға осылай өткізіп
солай айналдырып крючок жасап мықтылайсыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Осылай өткізіп енді осы моншаққа крючок жасаймыз. Бір бетін осылай өткізесіздер де обратно өткізсеңіздер крючок пайда болады. И сол крючокқа келесі лесканың ұшын өткізіп аласыздар. Мен сияқты осылай ала алмай, қолыңыз жетпей жатқан жерлерді инемен немесе осындай жіңішке қайшылармен өткізіп алсаңыздар болады. Міне ол келесі моншаққа өтіп кетіп жатыр леска. Осындай жағдайларда осылай тартып жіберуге болады. Осылай тартып аласыздар да, міне обратно қайтып өткізесіздер. Міне осылай бірнеше рет айналым жасап, екі жағында осылай формасын қысып жасап аласыздар. Екі жағына да осылай кольцо өткізесіздер. Міне біздің осылай екі жағымыз осылай шығады. Енді біз сумкамыздың крышкасын жасаймыз. Мен осылай 3 моншақты санап алдым да, келесі 4-ші моншақтан бастап өткіздім. Өздеріңіз қалаған моншағына өткізіп формасын үлкен кішілігіне қарай өздеріңіз білесіздер. Осылай ортасын жасап алдым да, лескамызды бірдей қылдым, теңестіріп, и сырт жақтағымызға осылай 3 моншақ өткізесіздер. Сырт жағындағы лескамызға 3-ші моншаққа крючок жасайсыздар. Міне осылай крючок жасап алып, келесі лесканың ұшын осылай өткізіп тартамыз. Сол кезде лескамыз жанға қарап уже бірінші қатарын бастайды. И астыңғы лескамызды астыңғы моншақта өткізесіздер. Осылай өткізіп, үстіңгі лескамызға 2 моншақ өткізіп, солай жалғастырып кете бересіздер. Міне көріп тұрғандарыңыздай 1-2 моншақ, екінші моншаққа крючок жасайсыздар. Келесі лесканы осылай өткізесіздер. Жақсылап тартып аласыздар да қысып, крючокты моншақтың ішіне қалдырасыздар. Осылай жалғастырып кете бересіздер. Осылай тоқып шығасыздар. Енді екінші жағынан да тоже осылай 3 моншақты қалдырасыздар. И міне қараңыздар. Последний қатарда біз поворот жасаймыз жоғары қарай. Астыңғы лескамыз осылай моншаққа өткізесіздер 1 моншаққа. Нар жағында 3 моншақ қалады. Міне осылай өткізіп, сол сырт жақтағы лескамызға 2 моншақ өткізесіздер де крючок жасап, и осылай тартасыздар. Жақсылап тартып аласыздар. Крючок моншақтың ішіне кіруге қажет. Міне осылай, міне көріп тұрғандарыңыздай, осылай форма шығып жатыр. Бұл біздің бірінші қатарымыз. Енді екінші қатарымыз жасаймыз. Осы сырт жақтағы лескамызға 1 емес 3 моншақ өткіземіз. Өздеріңіз білетіндей, қатар бастаған кезде 3 моншақпен бастаймыз. 1, 2, 3. Сол 3 моншақ. И крючок жасап, астыңғы лескамызды өткізіп аласыздар да, ары қарай 2 моншақпен жалғастырып кете бересіздер. Неше қатар тоқығыларыңыз келеді, сонша тоқыңыздар. Мен 6 қатар тоқыдым. Ал енді біз сумочкамыздың ручкасын жасаймыз. Осындай ұзын лесканың 2 ұшын осылай біріктіріп аласыздар да, бір ұшына 4 моншақ өткіземіз. Менде моншақтар 8, қаласаңыздар сумочканы да, ручканы да десяткамен жасасаңыздар болады, бірақ маған 8 ручкалар ұнайды, себебі олар қатты толысты болмайды. Осылай кішкене жіңішке ұстағанға удобно болады. Өздеріңіз білетіндердей, міне осылай 4 моншақ өткізіп, крючок жасау арқылы алғашқы қатарымызды осылай бастаймыз. Жақсылап тартып алыңыздар. Лесканың 2 ұшын біріктіріп алыңыздар, бірдей болсын ұзындықтары. И осылай қысасыздар. Енді не істейміз? Бұл біздің ручкамыздың астыңғы бөлігі. Енді біз айналдыра тоқимыз осыны. Лескамыздың 1 ұшына 3 моншақ өткіземіз. Міне 3 моншақ өткіздік, крючок жасап,
осылай соңына алып барып аласыздар да, и келесі лесканың ұшын осылай өткізіп аласыздар. И тартамыз міне. Тартсаңыздар, міне байқасаңыздар, кубик сияқты екі қыры асты және жаны басталды. Біз осылай кубик жасап, бір-біріне біріктіріп, осылай ручкаға құрастыратын боламыз. Кішкене камераны жақындатайын, сіздерге түсінікті болу үшін. Енді астыңғы лескамызды осылай, міне астыңғы жақтағы моншаққа өткізесіздер де, осылай тартасыздар. Енді осы өткізген моншағыңызға екі моншақ өткізесіздер де, крючок жасап, келесі лесканың ұшын өткізіп аласыз. Міне осылай өткізіп алдық және тартамыз. Міне кубигіміздің үш жағы дайын болды. Асты екі жаны. Енді лескамызды тағы бір моншақтан осылай өткізесіздер астыңғы жағынан. Осылай өткізіп, тоже екі моншақ өткізесіздер. Мен жоғарғы лескамызға осылай екі моншақ өткізіп, крючок жасап, келесі лескамызды өткізіп аламыз. Міне жасап алдық крючогымызды. Келесі лескамызды осылай өткізесіздер де тартасыздар. Енді кубиктің үстіңгі жағы мен бір жаны қалады. Қараңыздар. Көрдіңіздер ғой. Енді біз лескамызды бір емес, екі бірдей моншақтан өткіземіз де, астында үстінде бірден осылай соңын аяқтаймыз кубиктің. Міне бір емес, екі моншақ көрсетілгендей осылай енді жақсылап тартасыздар. Артық лескаға қалып қалмау керек, жақсылап тартыңыздар да. Осылай лесканың енді бір ұшына бір моншақ өткізесіздер. Міне осылай бір моншақ өткізесіздер де, крючок жасап, келесі лесканың ұшын өткізесіздер. Сол кезде біздің бірінші қатарымыз, бірінші кубигіміз осылай аяқталады. Өткізіп алдық, бізде шығып кетіп жатыр. Міне осылай келесі лескамызды өткізіп, екеуін теңестіріп, осылай жақсылап тартып аласыздар. Кішкене леска ұзын болғандықтан шимайласып тұр. Міне осылай тартып, крючогымызды ортасына өткізіп жібересіздер. Міне бізде кубик пайда болды. Және лескамыз осылай бір моншаққа өтіп тұр, иә? Енді лескамыздың бір ұшына және үш моншақ өткізесіздер де, екінші кубикті жасау үшін жалғастырып кете бересіздер. Міне бір, екі, үш. Үшінші моншаққа крючок жасап, келесі лесканың ұшын осылай өткізіп аласыздар. Бізде сол кезде екінші қатардың бір беті шығады кубиктің. Қазір көрсетемін. Осылай тартып алсаңыздар, міне байқадыңыздар ғой. Енді астыңғы бір моншаққа осылай астыңғы лескамызды өткізіп тартып, жоғары жақтағы лескамызға екі моншақ өткізесіздер. Лескада қателесіп кетпеңіздер, жоғары жақтағы лескаға осылай өткізесіздер. Астыңғы лесканы тек бір моншақтан осылай айналдырып өткізіп отырасыздар. Міне осылай өткізіп тартамыз. Екі қара шықты бізде. Жақсылап тартып алыңыздар. Формасын жақсы ұстау қажет. И екінші ұшын осылай өткізесіздер де, астыңғы жағын. И жоғары жақтағы лескамызға және екі моншақ өткіземіз. Сол кезде кубигіміздің бізде үш қыры шығады. Міне осылай өткізіп аласыздар. Тартып, келесі лесканы өткізіп, крючок жасайсыздар. Жақсылап тартасыздар. Енді астыңғы лескамызды екі бірдей моншақтан өткізесіздер. Дәл осы схема бойынша осылай ручка жасайсыздар. Ұзын қылып. Және сумкаңызға өлшейсіздер, неше қатар кететін, соған байланысты өзіңіз жобалап аяқтайсыз. Осылай енді үшінші қатарымызды
лескамызға 3 моншақ өткізумен осылай жалғастырып кете бересіздер. Міне біз қазір екінші қатарымыз осылай аяқтадық. Осылай 2 қатар шықты. Енді үшінші қатарымызға жаңа айтқанымдай 3 моншақпен жалғастырасыздар. Қатарды бастайтын кезіңізде осылай 3 моншақ қадайсыздар. Ал аяқтайтын кезіңізде сол бір кубикті 1 моншақпен аяқтайсыздар. Сол схема бойынша ручка шығаратын боласыздар. Міне достар, осылай ручкамызды тоқып аласыздар және екі жағына осылай кольцомызды өткіземіз. Бұл сумкаға желательно ашылатын кольцолар қажет. Осылай өткізіп, екі жағына да бірдей осылай өткізіп аласыздар. Енді екі кольцоны бір-бірлеріне осылай жалғаймыз. Осымен біздің сумкамыз дайын. Қараңыздар, қандай күшті шықты. Размерін барлығын өзіңіз қалағанша жасасаңыз болады. Жаңадай қатарын көбірек қылып тоқысаңыздар, үлкенірек сумка шығады деген сияқты. Ал сіздерге табысты, қайырлы білім тіледім.